Апа сізді бір жерде көрген сияқтымын ше. Бір әнші ма бірдеңе емессіз ба? Бір өтіп па? Келін тосып. Дұрыс. Мына кітапханаға келдіңіз ба? Жоқ, больницаға барамыз деген. Осы келінмен кездесем. Дұрыс. Негізі апа ше, енді ұят болып қалмасын енді кішкене өзім айтып жатқандағым ғой. Негізі өзім емшімін. Иә, мен өзім емшімін. Көбісі таниды мені. Емші ретінде мені көп адамдарды емдегем. Көп адам емделіп, мені өздері мақтайды. Иә, ауыл аймақ бәрі мақтайды жаңағыдай. Өзім емшімін, жаңа көріп келдігім де бар апа. Өзім алдымда көрем көп нәрселерді. Мысалы, сізді бір жеріңіз алып тұрса мен біліп тұрмын уже. Сіз жайлы. Тамыр ұстайсыз? Иә, тамыр ұстап, андай. Өзім тамырды ұстаймын, былай да. Негізі ана битва экстрасенс дейтін көргенсіз ба? Көргем. Сол. Просто көргенсіз ба деп жатқандағым ғой. Сіз жасыңыз қаншада? 62-де. 62-де. 1962 жылғы сіз. Дұрыс таптым ба негізі? Дұрыс таптым. Түнде ұйқыңыз келеді, Иә. Білемін ғой мен. Бәрін біліп отырмын ғой. Былай ұйықтап жатқан кезде, көзіңіз ілініп жатқан кезде есінесіз ба? Деп есінесіз ба негізі? Сол біліп отырмын ғой, есінесіз ғой негізі сіз. Көмектескім келіп отыр апа. Енді мен оған енді анша-мынша демей ақ қояйын енді апа, өзім қарапайым анасыз ғой енді, қарапайым апасыз, қарапайым кісілерден енді андай ақша сұрауға өзім ыңғайсызданамын. Енді ұятыңыз болса бересіз деген әңгіме ғой енді апа. Яғни атак бір андай ақша. Негізі ұятыңыз болса деген нәрсе 5000 теңгеден басталады ғой негізі. Өзіңіз көресіз ғой енді, өзіңізге ұнаса, көңіліңізден шықса 5000 теңгеден әрі қарай кете бересіз ғой енді. Былайша көріп отырсыз ғой, жылыңызды тауып алдым мысалға да. Иә, мысалға сіз түнде ұйықтап жатқан кезде есінесіз дейтін біліп қойдым, көрдіңіз ба? Ұйқыңыз келеді түнде, дұрыс па? 12 деген ұйқыңыз келеді, примерно, иә? Біліп тұрмын, уақыттың бәрін білемін өзім негізі андай. Не жағына. Алақаныңызды беріңізші апа. Қараңыз. Осылай алақаныңызды. Қолыңыз ыстық екен, иә? Қолыңыз қалтаңызда тұрды ма? Жоқ, ыстық екен деп жатырмын ба просто? Ұйықтап кетіппін ғой апа. Иә, қолым айдалады. Режиміңіз ұйықтап кеттім. Ұйықтамағанмын ғой түнде. Мен просто андай көріпкелдер көп ұйықтай бермейміз. Мен ойладым, мен энергия беремін. Жоқ, энергия просто ұйқым келіп кетті да апа. Не істеп жатыр апа? Не істеп жатыр jamыз? Жаңа мен алақанын ұстап отырмын. Болды. Мен емдеймін, апа, емшілігім бар. Қараңыз. Мен қазір бір сөз айтамын, соны 3 рет қайталауыңыз керек. 3 рет қайталауыңыз керек. Это наша вечеринка. Это наша вечеринка. Это наша вечеринка. Қолыңыз жылып кетті ме апа? Жылып. Мен жылтып отырмын ғой, көрдіңіз ба? Апа, енді қазір көзіңізді жұмыңыз апа. Көзіңізді жұмыңыз. Өзім андай әндететінім бар да апа. Бүйтіп тыңдап отырсаң болады. Жан достарым, өзім шығарамын апа. Өзім осы әнді шығарамын ше. Автор өзім ғой. Жан достарым, шортанбай аталарым, қыртынбай аталарым, қайдасыңдар? Жегізбек аталарым, емізбек аталарым. Бірақ қазір өзінің жалғасын табады, енді айтпасқа болмай тұр. 24 сағаттан кейін, қымбат достар, уже мына кабанның жеңімпазын анықтаймыз. Сол себепті ең соңғы мүмкіндікті жібермей, дәл қазір 24 сағаттың ішінде бұл кабанның ұтысына қатысып үлгеріңіздер. Себебі 1+1 бонус беріліп жатыр. Яғни осы кабанның ұтысына қатысам деп, бір билет алсаңыз, екінші билет тегін. 5 билет алсаңыз, 5 билет тегін. В общем, сіздерге мүмкіндік көп болып тұр. Сол себепті дәл қазір мүмкіндік жерінбей осы кабанның ұтысына қатысып үлгеріңіздер. Төменде Каспий нөмірі қалдырам. Соған қанша билет алыңыз деді, сонша билеттің ақшасын жібересіздер. Және де екінші көрсетілген нөмірге обязательно чек жіберіңіздер. Чек жібергенде Құдай қаласа сіздерге билет нөмір билет, қосымша
курс билетін болады. Ал қымбат достар, мәссаған. Құдай қаласа уже ертең осы кабанның жеңімпазын анықтаймыз. Сол себепті мүмкіндік жермей дәл қазір қатысып үлгеріңіздер. Қымбат достар, бұл кабан Қазақстанда жалғыз ғана экземпляр осындай состояние сақталған. Бұндай кабан басқа ешкімде жоқ. Құдай қаласа сіздердікі болады. Сол себепті мүмкіндік жермеңіздер. 24 сағат қана уақыт қалды. Ертең кешкі сағат 12:00-ге дейін қатысып үлгеріңіздер. Go! Сендердің көмектерің керек маған. Айтып берді ғой сіз жайлы. Аталарым келді ғой. Иә. Аталарым сіздің артыңызда тұр қазір осы тұрғанда. Жақ қарамай ақ қойыңыз, аталарым просто жақтыра бермейді да андай. Бірақ артыңызда тұр сіздің. Қазір маған айтып жатыр, сіз жайлы айтып жатыр. Қазір сіз жайлы айтып жатыр. 1962 жылы сіз туылдыңыз ғой. Сіз біліп тұрмын қақта туылғаныңыз уже. Қақта туылдыңыз негізі? Осы Алматыда туылдыңыз ба? Алматыда туылғансыз ғой сіз. Мен бәрін біліп тұрмын, көрдіңіз ба? Мен бәрін білемін, апа. Келдіңіз келатыр сізге, әне, көрдіңіз ба? Мен біліп тұрмын ғой. Қазір апа, жарты сағаттан кейін жаңбыр жауады. Көрдіңіз ба апа? Мен бәрін білемін ғой. Иә, үлгеру керек. Больницаға барасыз ба қазір сіз? Енді апа, өзіңіз қарайсыз енді апа, мен андай көп сұрамаймын апа. Жаңа айттым ғой, мен енді ұяламын. Менде ұят деген нәрсе бар да. Мен біреуден ақша сұрау дейтін нәрсе жоқ апа. Енді ұятыңыз болса енді өзіңіз бересіз да енді. Жаңағыдай. Негізі апа, болашақта айтып бере аламын мен. Сіз жайлы айтып бере аламын. Сіз, ой, күшті. Күшті, прям, ой, апа, күшті, прям күшті. Ой, күшті. Сіздің болашағыңызды айтып берейін. Қараңыз, ең маңызды сол ғой. Қазір қызық болып тұр ғой сізге. Сіздің болашағыңызды айтып берейін. Қараңыз, сіздің болашағыңыз, апа, күшті. Прям, боласыз ғой енді. Қараңызшы, сіз қазір 62-ге келдіңіз ғой. Ой, прям күшті ғой. Ой, апай, мәссаған. Сіздің болашағыңызды айтып берейін. Қараңыз. Ой, прям, апай, мәссаған, апай. Иә, күшті. Прям, немерелеріңіз бар ма? Ой, вообще күшті, апа. Балаңыз бар ма? Қанша балаңыз бар? 2 балаңыз бар, мәссаған. Болашақтарын айтып берейін. Прям, иә? Күшті, апай. Бала-шағаңыз, немерелеріңіз, өзіңіз, отбасыңызбен бәрі күшті ғой апай. Прям күшті. Көз тимесін. Мәссаған. Көз тимесін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, бала-шағаңыз аман болсын апа. Өміріңіз, жалпы бала-шағаңыз, барлығы жақындарыңыз берекеге толы болсын. Өмірлеріңіз берекеге толы болсын. Құдай қаласа. Жүрегіңіз тыныш болсын. Уайымыңыз болмасын. Бұл пранк апа. Пранк. Пранк дейтін сөз бар ма апа, білесіз ба? Иә, сол пранктың ғой мен. Менің атым пранк. Менің атым пранк, иә. Бірақ болашақ апай, мәссаған. Андай гүл болып тұрсыз ғой. Жан-жағыңыз бәрі гүл болып тұрсыз ба? Бекерден бекер отқан жоқсыз сіз. Сіздің өміріңіз апа, гүлге толы ғой. Барлығы гүл, көрдіңіз ба? Ол не деген сөз? Ол сіз өміріңіз гүлге толған. Жалпы да болашақта әйтеуір вообще жүрген жеріңіз бәрі көркейіп жүр апа. Аман болыңызшы апа, ренжімеңізші. Бұл пранк қой апа, әзіл дейтін нәрсе бар. Әзіл ғой, әзіл деп атым. Сізбен бағана мен ешқандай емші емес па апа? Жоқ, әзіл ғой. Әзіл ғой, барлығы әзіл апа. Ана жағы екен, көрдіңіз ана. Көріп тұрсыз ба камераны? Көріп тұрсыз ба негізі? Көріп тұрмын. Көріп тұр ма? Кішкене баланың қолы шықты ма? Пранк, видеоға түсіріп жатырық апа. Әзіл деп жатырық, әшейін әзіл ғой. Мен сеніп едім. Жоқ, сенбеңіз апа, әзіл. Ұнаса пранк, лайк басып, каналға подписка жасаңыздаршы, пожалуйста. Айтыңызшы, лайк бассын. Лайк басыңдар, қандай бала. Лайк басқандардың өмірі жасы ұзақ болсын, бай қуатты болсын. Бай қуатты болсын. Өмірлері... Емші болыңдар. Аман болыңыздар, ең басы лайк басып, подписка жасап, лайк басқан адамдардың өмірі жасы ұзақ болсыншы, бақытты болсын. Қарыздары болса, бүкіл қарызынан құтылып кетсін. Жылға айналайын байып кетсінші, өмірлері күшті болсыншы. Қалжыңың жараса атаңмен ойна деген. Иә, рахмет апа, аман болыңыз. Өмір жасың ұзақ болсын. Әумин апа. Әумин апа, әумин. Аман болыңыз, ауырмаңыз апа. Келдім деп қашқан. Болды, ренжімеңіз апа.